Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге вулкан деп аталатын, яғни жаңартау рецептісін ұсынамыз. Шын мәнісінде қарап тұрсаңыз, жаңартауға ұқсайды. Ортасындағы кремі сондай нәзік, ерекше болып шығады, тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп, пікіріңізді жазып кетіңіз. Бірінші біз кремін жасап аламыз. Бізде заварной крем болады. Ол үшін бізге керек заттар осы жұмыртқа, бір жұмыртқаны, сосын құм шекерімізді саламыз. Оны араластырып аламыз венчикпен. Барлық ингредиентті описанияда жазып кетемін. Сосын міндетті түрде крахмал қосыңыздар. Крахмал қоссаңыздар, дәмді креміңіз нәзік болып шығады. Онымен алмастырсаңыздар, кремнің дәмі сәл өзгешелеу болады. Сосын сүтті жартысын құя араластырамыз. Түйіршіктер болмау керек. Сүтіміздің барлығын құйып, өстіп араластырып аламыз. Сосын газге қойып, үздіксіз араластыра отыру керек. Онда араластырмасаңыздар, асты жабысып қалуы мүмкін. Өстіп қайнайын деген кезімізде 50 грамм майымызды салып, газын астын өшіреміз. Бетін пищевой пленкамен контакт жауып қою керек. Кремнің беті құрғап қалмауы үшін. Тестасына бізге 4 жұмыртқа керек. 4 жұмыртқамызды жарып алып, құм шекерімізді қосамыз. Оны миксермен жақсылап көпіртіп, қанты ерігенше көпіртіп аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құйып, миксермен араластырып, сосын ұнымызды ситадан өткізіп, оның бәрін толық бірден салып жүрмейміз, жартылай саламыз. Сосын екінші бөлігін салып, ситадан, сосын бір шай қасық разрыхлительді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Неке осындай қамыр болып шығу керек. Формамызға құйып, кремімізді суығанда қатты маңызды емес, үстіне осындай қасықпен саламыз. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пешімізден шыққан соң пирогымызды кішкене суытып, шешіп аламыз пирогымызды. Әсемдік үшін мен шоколад пен кокосовый стружка қолдандым. Креміңіз суыған кезде дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін.